Дирижер Константин Хватынец. Благодарю наших гостей за их восхитительное искусство. И симфонический оркестр театра «Астана-опера». Бүгінгі концерттен алған әсеріміз өте керемет. Сондай көңіліміз сондай жақсы әсерде болдық. Дүние жүзіне әйгілі музыканттар ойнады. Мына өте әдемі театрдың ішінде және халыққа тегін рахмет. Бұл кештерге жиі келем, барлық 5 концертіне де барам осы Астана кештерін. Мынандай концерттерге, мынандай дүние жүзіне әйгілі музыканттарды, солардың барлығын біз өзіміз үнемі көруге мүмкіншілігіміз жоқ. Бірақ соны әкелген Дегдар, Жапон Табакка Интернационал, тағы да басқа осыны организовать етіп жүрген адамдарға өте көп рахмет. Өйткені осындай жағдай туғызып, өзімізді ләззат алдық сонда керемет. Барлық концерттеріне барамыз. Жылда барамыз, осымен 5-ші рет. Жолдасымен арнайы келіп, кешігіп қаламыз ба деп әйтеуір кешікпей келдік. Жақсы, ұнады. Тамаша, халық көп. Тамаша концерт, өте тамаша, театрдың өзінің іші қалай өте тамаша. Әсеріміз сондай бірінші келіп тұрған сапарымыз осы театрға. Қуаныштымыз, келгенімізге қуаныштымыз. Бүгін ең маған, мен өз басыма ең әсер еткені Страдивариның скрипкасын тыңдадым. Осы өмірімде аяқ астынан ойнамаған жерден Страдивариның скрипканы естіген ол маған ең зор бақыт. Жиі келіп тұрам. Ең бірінші концертте, ең бірінші Астана опера ашылды ғой, содан жібермеймін.